2016 жылдың екінші жарты жылдығында мұнай бағасы өседі. Халықаралық нарықтағы жағдайды үнемі хабардар етіп отырған отандық сарапшы Акбар Тукаев осындай болжам жасады. Тіпті жыл соңында бір баррельдің бағасы кемінде $50-60 дейін жетеді дейді ол. Мұнай өндіруші алып державалардың бірі Иран халықаралық санкциялардан кейін қара алтынның экспортына басымдық бермек. Бұл жағдай Каспий маңындағы өзге де мемлекеттерге қалай әсер етеді? Осы сұрақты дәл қазір бізбен сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Достық Талғатұлына қойсақ. Достық, кеш жарық. Кеш жарық, Ақсәуле, шынымен Иран мұнай өндіруді 3 есеге дейін көбейтуді көздеп отыр. Отандық сарапшылардың айтуларынша бұл құбылыс Қазақстанға айтарлықтай әсер ете қоймайды. Қазақстандық мұнайдың сапасы жоғары. Еуропада біздің шикізатқа сұраныс бар, әрі біз кәрі құрлықтың мұнай өңдеу зауыттарымен ұзақ мерзімді келісімшарттар жасастық. Сондықтан ирандық қара алтынның экспортқа шығуы бізге айтарлықтай әсер ете қоймайды. Ал Ресей мен Әзербайжан үшін Иранның қара алтыны әлемдік нарықта бәсеке болуы ықтимал. Бұл мәселені бүгін үш елдің сарапшылары елордада өткен Астана, Мәскеу, Баку атты телекөпірді талқылады. Айта кетері, сондай-ақ Иран газ құбыры қоры бойынша да әлемдегі ең ірі елдердің бірі. Алдағы 2 жылда Иран Европа елдеріне көгілдір отынды да экспорттамақ. Бүгінде кәрі құрлық Ресей газына тәуелді. Ресейді ығыстыруы да мүмкін, өйткені Иранның мұнай газы ол да Ресейдікіне қарағанда анағұрлым арзан. Және жаңа технологиямен құбырлар салынатын болса, оның жаңағы қолдану, оны пайдалану да анағұрлым озық болатыны сөзсіз. Достық, халықаралық санкция алынып тасталғаннан кейін Иранмен ынтымақтастық орнату отандық кәсіпкерлеріміз үшін қаншалықты тиімді болмақ? Ақсәуле, сарапшылардың пайымынша қазақстандық кәсіпкерлер үшін болашақта Иранмен сауда-саттық жасасып, берік ынтымақтастық орнату өте маңызды. Себебі санкция күшін жойғаннан кейін Иран мұнайы мен көгілдір отынына сұраныс әлде бар екені байқалады. Иранға көбірек өзіміздің жаңағы назарымызды аударсақ, сауда-саттықты Иранға қарай бұрсақ деген мәселе өзінен өзі күн тәртібіне қойылады. Әрине, Ресей біздің бұрынғы жаңағы былайша айтқанда серіктесіміз, Қытай серіктесіміз, ал Иран санкция алғаннан кейінгі Иранмен біз одан да тығыз серіктес болғанымыз абзал деп ойлаймын. Қазақстан мен Иранды бүгінде Түркменстан арқылы өтетін шойын жол байланыстырып тұр. Яғни логистика бар тұста екі ел арасындағы қарым-қатынастың одан әрі дами түсеріне сарапшылар сенімді. Ақсәуле. Рахмет, Достық. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шығып, Иранның мұнай экспорттаудағы әлеуеті жайында баяндап берген әріптесім Достық Талғатұлы.